Қайырлы күн, олар әлемнің оқырмандары. Видео басталмас бұрын лайк, подписчикті ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. Жетінде футбол әлемінде нағыз масқара оқиға болды. 2026 жылғы әлем чемпионы 1-8 финалындағы Аргентина мен Египет матчын көрдіңіздер ме? Бұл футбол емес, бұл бір ұлттың еңбегін аяққа таптау болды ғой. Египет құрамасы әлем чемпиондарына қарсы ерлік көрсетіп, 2-0 есебімен алда тұрған еді, бірақ француз төрешісі Франсуа Летексия мен VAR бөлмесі бұл ерлікті күл-талқан етті. Месси мен Аргентинаның түріне алып келу үшін FIFA Египетті ашықтан тауып кетті ме? Неліктен бүкіл әлем сарапшылар бұл матчты әлем чемпионы тарихындағы ең лас ойын деп атап жатыр. Бүгін біз осы матчтағы әрбір әділетсіз сәтті кадр-кадрмен талдап шындықты ашамыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, өйткені мұндай масқара футбол тарихы әлі көрген жоқ. Ойын қалай басталды? Египет аутсайдер саналғанымен алаңға жайын беру үшін шықты. Матчтың 15 минутында Ясир Ибрагимеми Мартинестің қақпасын дәл көздеп есепті 1-0 қылды. Аргентина есеңгіреп қалды. Көп ұзамай төргеші Аргентинаның пайдасына пенальти берілетінін айтты. Топқа Лионель Месси жақындады. Бүкіл әлем қазір есеп кеңейтеді деп ойлады. Бірақ Египеттің жас қақпашысы Мустафа Шоя бір керемет секір жасап Мессидің соққысын қайтарып жіберді. Бұл нағыз сенсация еді. Бірінші тайм 1-0 есебімен Египеттің пайдасына аяқталды. Мысырлықтар ертегіге сенді, бірақ олар екінші таймда өздері не күтіп тұрғанын білмеді. Матчтың 58-ші минутта Египет қарсы шабуылға шықты. Хайсим Хасан допты алып өтіп Салахқа берді. Салах сол аяғымен заңғар пас шығарды. Ал Мустафа Зико допты Мартинестің үстін асырып торға құлатты. Стадион жарылды. Есеп 2-0. Әлем чемпиондар үйіне қайтуға жақын қалды. Бірақ дәл осы сәтте ойынға көрінбейтін күштер араласты. Француз төрешісі Франсуа Летексия VAR бөлмесін билігі алып экранға жүгірді. Ол не көрді? Шабуыл басталмастан бұрын алаңның екінші шетінде Египеттің жартылай қорғаушысы Марван Атия Аргентина қорғаушы Лисандро Мартинестің аяғын сәл басып кеткен екен деді. Ең қызығы, бұл оқиға гол соғылғаннан 25 секунд бұрын және 100 метр қашықтықта болған. Төреші бұл голды ереже бұзылды деп жоққа шығарды. Бұл шешімге халықаралық сарапшылар тіпті Мексиканың атақты төреші Фернандо Геррера таңғалып былай деді. Бұл бар хаттамасы мүлдем қайшы. Аргентинаның допты тартып алуға 3 рет мүмкіндігі болды. Қорғаушылар өз орнында тұрды. Бұл таза гол еді. Египетті құртты. Бұрынғы Англия қақпашысы Роб Гринде біреудің бақайын басып кетті деп 100 метр жердегі таза голды алып тастау бұл футбол емес деп ашынды. Иә, Египет бәрібір көп ұзамай екінші голды соқты. Бірақ олардың психологиялық рухына үлкен соққы жасалды. Египет бәрібір есепті 2-0 қылған еді. Бірақ төрешінің қысымынан кейін Аргентина ес жинады. Алдымен Кутиромеро, кейін Лионель Месси есепті 2-2 қылды. Бірақ ең үлкен масқара матчтың соңында 9-ші минуттарда болды. Египет капитаны Мохамед Салах Аргентинаның айбаланына доппен басып кіргенде, оны Алексис МакАлистер аштан-аштық жейдесінен тартып, құлатып түсірді. Бұл 100% пенальти еді. Бірақ Летексияның ысқырығы үнсіз қалды. Тіпті VAR бөлмесі бұл сәтті тексеруге де батыл бармады. Ең сорақысы, осы пенальти берілмеген сәттен басталған Аргентинаның қарымта шабуылында Энцо Фернандес 92-ші минутта Египет қақпасы жеңіс голын соғып кетті. Елестетіп көріңізші, Египет пенальти тебудің орнына өз қақпасына гол өткізіп алды. Египеттерді тірідей көміп тастады. Осы әдістен кейін Египеттің бас бапкері Хосам Хасанның жүйкесі шыдамады. Ол алаң жиіндегі екі қолын айқасырып X белгісін көрсетті. Бұл FIFA-ның расизмге қарсы арнайы протоколының белгісі демек. Трибунадан немесе алаңда египеттерге қатысты нәсілшілдік балағаттар айтылған. Төреші бұл белгіні көргенде ойынды дереу тоқтатып зерттеу керек еді. Бірақ ол не істеді? Төреші бапкердің өзі сары қағаз көрсетіп аузын жаптырды. Матчтан кейін Хасан сұхбат беріп, бұл әлем кубогы Аргентина мен Месси турнирде алып қалу үшін алдын ала дайындалған. Мен енді бұл әлем чемпионының 1-1 минутын көрмеймін деп айтып шығып кетті. Ал Египеттің бұрынғы шабуылшысы Мидо, егер Египет Аргентинаны шығарып жібергенде, FIFA миллиондаған спонсорлық ақшадан айырылып үлкен скандал болар еді. Сондықтан олар бізді құртты деп мәлімдеді. Қазіргі таңда Египет футбол федерациясы FIFA-ға ресми түрде арыз түсіріп, бұл француз төрешілер бригадасын әлем чемпионатынан мүлдем алыстатуды талап етіп отыр. Достар, бұл футбол тарихындағы қара таңба. Аргентина ширек финалға өтті. Бірақ бұл жеңіс қаншалықты таза
FIFA шынымен де маркетинг мен ақша үшін шағын мемлекеттердің арманын осылай аяққа таппай бере ме? Салах өзінің соңғы әлем чемпионатында осындай әділетсіздікпен қоштасты ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Египетті шынымен тонады ма? VAR-дың шешімі дұрыс па? Өз ойларыңызды міндетті түрде пікірге қалдырып кетіңіздер.